Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін мамырдың 6-сы, 6 мая. Сабағымыздың тақырыбы өзгеру мен даму. Пишем дату и тему. Бүгін сендер жаңа сөздерді қолданасыздар, және де қарапайым сөздер мен сөйлемдердің мағынасын түсінесіздер. Сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Дұрыс айтып үйренейік. Повторяем за мной. Тапсырыс, хабарлама, даму, ақпарат, жәшік, өзгеру. Очень жақсы. Теперь, ребята, пишем новые слова. Тапсырыс, заказ. Хабарлама, сообщение. Даму, развитие. Ақпарат, информация. Жәшік, ящик. Коробка, өзгеру, изменение. Енді балалар, суретке назар аударайық. Обратите внимание на картинки. Өзгерген заттарды көріп тұрмыз ба? Бұрын осындай бутилкеге құйылатын болған айрандар қазір, сейчас, мынадай қорапта құйылады. Бұрын қаламдар осындай күйде болса, қазіргі қаламдар мынадай күйде. Бұл өзгеру. Енді балалар, диалогты мұқият тыңдаймыз. Слушаем диалог. Сұңғат, дүкенге тапсырыс бердің бе, балам? Я, анашым, тапсырыс беріп жатырмын. Ақпарат өңделіп жатыр. Жауап күтіп отырмын. Ғажап. Сонда сендер дүкенге бармайсыңдар ма? Жоқ, қазіргі заманда адам дүкенге бармайды ғой. Бізге тапсырыс бойынша тамақты әкеліп береді. Көлік тұрағының қасында әр пәтерге арналған жәшік бар. Сол жерге тауар түскенде бізге дыбыстық хабарлама келеді. Я, адамдар да, заман да, бәрі өзгерген. Бірақ маған ұнайды. Өзгеру бұл даму емес пе? Керемет. Очень жақсы, балалар. Енді, теперь, ребята, давайте вместе прочитаем данный диалог. Жаңаға берілген диалогты бірге оқиық. Анасы, Сұңғат, дүкенге тапсырыс бердің бе, балам? Мама говорит: Сұңғат, ты заказал в магазине, сынок? Сұңғат айтады: Иә, анашым, тапсырыс беріп жатырмын. Ақпарат өңделіп жатыр. Жауап күтіп отырмын. Да, мама, я заказываю. Информация обрабатывается. Жду ответа. Санжар айтады: Ғажап, сонда сендер дүкенге бармайсыңдар ма? Это удивительно. Так что вы не ходите в магазин? Сұңғат айтады: Жоқ, қазіргі заманда адам дүкенге бармайды ғой. Нет, сейчас люди не ходят в магазин. Бізге тапсырыс бойынша тамақты әкеліп береді. Они приносят нам еду на заказ. Көлік тұрағының қасында әр пәтерге арналған жәшік бар. Существует коробка для каждой квартиры возле парковки. Сол жерге тауар түскенде бізге дыбыстық хабарлама келеді. Когда товар прибывает туда, мы получаем голосовое сообщение. Санжар айтады: Иә, адамдар да, заман да өзгерген. Бірақ маған ұнайды. Өзгеру бұл даму емес пе? Керемет. Санжар говорит: Да, люди и времена изменились. Но мне нравится это. Изменение – это развитие, не так ли? Отлично, прекрасно. Өте жақсы, балалар. Енді бірінші тапсырманы орындаймыз. Сөйлемдерді жаңа сөздермен толықтырамыз.
Жаңа сөздер, новые слова. Ставим только новые слова. Өте жақсы. Енді екінші тапсырма. Мәндес сөздерді анықта. Давайте вспомним, что такое мәндес сөздер. Правильно, ребята, синоним. Синонимдерді табамыз, соединяем их. Например, давайте переводим. Қатты, сильно. Өзге, другой. Заман, время. Ғажап, прекрасно. Мәлімет, информация. Үйрену, научиться. Үздік, лучший. Енді сіздер мына жағынан, екінші қатардан, на втором ряде есть синонимдері, яғни мәндес сөздері бар. Сіздер соны, вы должны соединить их. Өте жақсы балалар, үйге тапсырма. Видеороликте берілген тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.